Сәлем, 8-ші сыныптың алгебрасы 7-де 6-ші есепті қарастыратын боламыз. Есептің шарты бойынша берілген теңдеулердің түбірін анықтаңыздар дейді. Бұл жерде берілген квадрат теңдеу x квадрат минус x минус 56 тең 0 түріндегі квадрат теңдеу берілген. Бұл квадрат теңдеуді шешуде ең алдымен берілген теңдеудің коэффициенттерін анықтап аламыз. А коэффициенті 1-ге тең, Б коэффициенті минус 1-ге тең және С коэффициенті минус 56-ға тең. Дискриминант формуласы b квадрат минус 4ac формуласымен анықталады. Орнына қойып шығайық. Минус 1-дің квадраты азайту 4 көбейту 1 көбейтілген минус 56. Есептейміз. Минус 1-дің квадраты 1-ге тең. Минус 4 пен минус 56-ның көбейтіндісі плюс 224-ге тең. 1 мен 224-дің қосындысы 225. 225 оң сан болғандықтан берілген квадрат теңдеудің 2 түбірі болады. Біріншісін анықтаймыз. Минус b минус түбірасында дискриминант бөлімінде 2a формуласы бойынша орнына қойып шығайық. Минус 1 минус дискриминантымыз 225-ге тең болды. Орнына қоямыз. 2 көбейту 1. Жақшаларды ашып шығайық. Минусымыз плюс болып кетеді. 1-ге тең. Минус 225-тен 15 шығады. Түбірден. Яғни 15-дің квадраты 225-ге тең. 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2-ге тең. 1-ден 15-ті азайтам минус 14-ге тең болады. Оны 2-ге бөлетін болсақ минус 7-ге тең болады. Яғни берілген квадрат теңдеудің бірінші түбірін анықтадық. Енді екіншісі. Екінші түбірі минус b плюс түбірасында дискриминант бөлімінде 2a формуласымен анықталады. Орнына қоямыз. Минус 1 плюс түбірасында 225 бөлімінде 2 көбейту 1 тең. 1 плюс 15 бөлімінде 2. 1 мен 15-ті қосатын болсақ 16 болады, оны 2-ге бөлетін болсақ 8-ге тең болады. Есептің шешімі минус 7 және 8. Яғни минус 7 мен 8 берілген квадрат теңдеудің түбірлері болады екен. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарий қалдырып отырамыз. Екінші есеп. Екіншісі минус x квадрат плюс x плюс 72 тең 0 түріндегі квадрат теңдеу. Коэффициенттер a минус 1-ге тең, b 1-ге тең, с бос мүше 72-ге тең. Дискриминант формуласы b квадрат минус 4ac. Міндетті түрде дискриминант формуласын жазып отырамыз. Жаттап алу үшін b квадрат дегеніміз 1-дің квадраты минус 4 көбейту a бізде минус 1-ге тең. Орнына қоямыз. Алса 72-ге тең. Міне. Ары қарай есептейміз. 1-дің квадраты 1-ге тең. Минус 4, минус 1 және 72-ның көбейтіндісі плюс 288-ге тең болады. 1 мен 288-дің қосындысы 289. Оң санға тең болғандықтан 2 түбірін анықтаймыз. X бірінші түбірі. Минус b минус түбірасында дискриминант бөлімінде 2a формуласы. Орнына қоямыз. Минус 1 минус түбірасында 289 бөлімінде 2 көбейту минус 1. Міне. Ары қарай есептейміз. Минус 1 289 түбірден 17 шығады. Жазамыз. 2 мен минус 1-дің көбейтіндісі минус 2-ге тең. Минус 1 минус 17 болады, минус 18. Оны минус 2-ге бөлетін болсақ, жауап 9-ға тең болады. Яғни теріс сандарды бөлген кезде жауап оң сан шығады. Түсінікті, екінші түбірі минус b плюс түбірасында дискриминант бөлімінде 2a. Есептейміз. Орнына қоямыз. Минус 1 плюс 289 2 көбейту минус 1 тең. Минус 1 плюс 17 бөлімінде минус 2. Минус 1 мен плюс 17 16 болады. Минус 2-ге бөлетін болсақ, минус 8-ге тең болады. Сонда есептің жауабы минус 8 бен 9-ға тең екен. Үшіншісі, x-тің квадраты плюс x минус 90 тең 0 түріндегі квадрат теңдеу берілген. Коэффициенттері 1-ге тең. Бұл коэффициенттегі мына x квадраттың коэффициенті 1-ге тең, x-тің коэффициенті 1-ге тең, яғни b коэффициенті, с бос мүше мына жерде минус 90-ға тең. Мына дискриминант формуласы b квадрат минус 4ac. Орнына қоямыз. 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейту минус 90. Мына орнына қойып шықтым. Ары қарай есептейміз. 1-дің квадраты 1-ге тең. 4 пен 90-ның көбейтіндісі 360 болады да, минус пен минус 2 плюс болып кетеді да, плюс 360-ға тең болады. Қосындысы 361. Оң сан 2 түбірін анықтаймыз. x1 минус b минус түбірасында дискриминант бөлімінде 2a тең. Орнына қоямыз. Минус 1 минус түбірасында 361 бөлімінде 2 көбейтілген 1. Есептейміз. Минус 1 361-ден 19 шығады, минус 19, яғни 19-ның квадраты 361-ге тең. Орнына қойып есептейміз.
минус 1 минус 19 минус 20-ға тең болады. 2-ке бөлетін болсақ, минус 10-ға тең болады. Енді екінші түбірі. Минус b плюс түбір астында дискриминант бөлімінде 2a. Орнына қоямыз. Минус 1 минус түбір астында 361 бөлімінде 2 көбейтілген 1. Минус 1, мына жерде плюс болады. Плюс 19 бөлімінде 2. Есептейміз. Минус 1 плюс 19, 18 болады да, оны 2-ке бөлеміз, 9-ға тең болады. Есептің түбірі, берілген квадрат теңдеудің түбірі, минус 10 және 9. Мына 2 түбірі шығады. Төртіншісі, x-тің квадраты плюс x минус 210 тең 0 түріндегі квадрат теңдеу берілген. Коэффициенттері a 1-ге тең, b 1-ге тең және s минус 210-ға тең. Дискриминант формуласы b квадрат минус 4ac. Орнына қоямыз. 1-дің квадраты минус 4 көбейту 1 көбейтілген минус 210. Міне ары қарай есептейміз. 1-дің квадраты 1-ге тең, минус 4 пен минус 210-ның көбейтіндісі плюс 840-ға тең болады. Қоссақ 841. Дискриминанты оң сан, 2 түбірін анықтаймыз. x1 минус b минус түбір астында дискриминант бөлімінде 2a формуласы. Орнына қоямыз. Минус 1 минус түбір астында 841 бөлімінде 2 көбейту 1. Міне. Минус 1. 841 түбірдің астынан 29 шығады. Минус 29 бөлімінде 2. Минус 1 мен минус 29 минус 30 болады. 2-ке бөлеміз, минус 15-ке тең болады. Екінші түбірі. Минус b плюс түбір астында дискриминант бөлімінде 2a. Ары қарай. Минус 1 плюс түбір астында 841 бөлімінде 2 көбейтілген 1. Ары қарай есептейміз. Минус 1 841-ден 29-ды шығарамыз плюспен. 2 минус 1 плюс 29-ымыз 28 болады. 2-ке бөлеміз 14-ке тең болады. Есептің түбірі, яғни төртінші есептің түбірі болады. Минус 15 пен 14. Міне. Жалпы бүгінгі берілген 7-де 6-шы есептің барлығы түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийге қалдырып отырыңыздар, жауап беремін обязательно. Егер түсінікті болса, сіздерге түсіндіру методикам ұнап жатса, лайк басып, рахмет ретінде маған комментарийге әдемі сөздеріңізді жазып қалдырсаңыздар, маған келесі видеоларды жазуға және YouTube каналыма салуға мотивация ретінде болсын сіздерден, және де достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видео сабақтарда кездескенше.